Баршаға сәлем, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, қолдап, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мен қуанып қалар едім. Бүгін біз түрік бақлавасын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан шығатын керемет тестасы. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызбен бөлме температурасына тұрған сары майымызды салып, жақсылап крошка дайындап аламыз. Одан кейін жұмыртқаны ағынан бөліп, сарысын салатын боламыз. 2 жұмыртқаның сарысын салып, одан кейін 2 ас қасық қаймақ салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Басқа артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Осылай жақсылап илеп аламыз. Одан кейін міне осындай жұмсақ керемет қамыр шығады. Сосын бөлме температурасына қоямыз бұны кемінде 15 минутқа. Одан кейін біз жаңғағымызды, яғни грек жаңғағын дайындап аламыз. Ең алдымен осылай блендерге салып, жақсылап майдалап аламыз. Осылай майдаланған жаңғағымызды ыдысымызға салып, үстіне 2 жұмыртқаның ағын саламыз. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап араластырып дайындап қоятын боламыз. Мінекей менің ішіндегі салмасы дайын. Егер тәтті болсын десеңіздер, қантын көбірек қоссаңыздар болады. Одан кейін осылай қамырымызды аламыз да 3 бөлікке бөліп, жұқалау етіп қамыр жайып шығатын боламыз. Қамырымыз біздің міндетті түрде жұқа болуы керек. Сол кезде біздің бақлаваларымыз өте керемет болып шығады. Дәл видеодағыдай қолдарыңызды астарына қойып көрсеңіздер қамырдың, сол кезде қолдарыңыз көрінетін болса, мінекей біздің қамырымыз дайын деген сөз. Осылай оқтаудың көмегімен қамырдың барлығын ортаға жинап аламыз. Сосын дәл осылай жұқалай етіп ашып алатын боламыз. Осылай ашылған қамырымыз осындай ирек-ирек сияқты болады. Сосын ортасынан пышақпен бөліп аламыз. Осылай бөліп алғаннан кейін арасына салмамызды салып шығамыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Кішкене жанын жинап алсаңыздар тіптен жақсы. Осы арасына салмаларымызды салып болғаннан кейін бетін жауып, дәл осылай қысып түйіп шығамыз. Осылай түйіп шыққаннан кейін арасын пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Міндетті түрде арасын қаттырақ қысыңыздар, сол кезде керемет болып шығады. Сіздер осылай жасап көрдіңіздер ме? Бақлава сіздерге ұнай ма? Түрік бақлавасы өте керемет, иә. Егер сіздер жасап көрген болсаңыздар, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, қалай шықты, или бірінші рет жасап жатсыздар ма? Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп алсаңыздар, менің каналымда өте көптеген рецепт түрлерін көре аласыздар. Тәтті тағамдардың және де пайдалы ақпараттар, салаттар, тағы басқа түрлерін көре аласыздар. Менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Және де менің инстаграм каналым парақшам бар. Инстаграм парақшамда күнделікті өмірімді салып отыратын боламын. Сіздер инстаграмыма да тіркеліп алсаңыздар, қуанып қалар едім. Мінекей бақлаваларымызды осылай теріс қаратып, кішкене ашып аласыздар, осылай әдемі болып шығады. Одан кейін барлығын листке орналастырамыз. Міндетті түрде листтің астына кішкене май жағып жүрсеңіздер жақсы. Осылай барлығын орналастырып болып, бетіне жұмыртқаны араластырып жіберіп, жақсылап бір тексетіп жағып шығамыз. Сол кезде біздің бақлаваларымыз керемет болып шығады. Мінекей дәл осылай жағып шығасыздар. Сосын 180 градуста бізде 40 минутта пісіп шығады. Пісіп шыққан бақлавамызды осылай әсел аламыз. 2 ас қасық әсел салып, одан кейін бокалды толтырып қайнаған су құямыз. Қайнаған су құйғаннан кейін жақсылап араластырып, тәтті қылып аламыз. Одан кейін піскен бақлавамыздың үстіне бір тексетіп құйып шығамыз. Бұны құюдың себебі біздің бақлаваларымыз нағыз түрік бақлавасы болып шығады. Өте керемет, тәтті, әдемі болып шығады. Одан кейін қайта пешке 15 минутқа қоямыз. Сосын бетін әсемдесеңіздер де болады, әсемдемей осылай жіберсеңіздер де болады. Мен бетіне әсемдікке осындай грек жаңғағын майдалап жағып шықтым. Бірінші астына кішкене әсел жақтым, одан кейін осылай осыны сеуіп шықтым.
мінекей менің пахлавам дайын. Сіздер де дәл осылай жасап көрсеңіздер керемет болып шығатынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп қолдап кетіңіз. Рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіп сақтап алыңыздар. Ас болсын.